өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Ғылымда, ақылды сақтайтын мінез деген сауыт болады. Тіл, жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, баршаңызды мынау қазақтың ұлы ақыны, бас ақыны Абай атамыздың 175 жылдық мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы енді біздің Абай атамыз өзі мынау ақындығынан, жазушылығынан бөлек өз жадынан әнде күйле шығарған сан қырлы дарын иесі. Абай атамыздың елдің арасына танылған әндері Көзімнің қарасы, айттым сәлем ғаламқас, сегіз аяқ сияқты, бойы болған ата-анаға көз қуаныш сияқты әндері бар. Бұлар енді жұрт жақсы білетін танымал әндері болса, сонымен қатар Абай атамыздың осы соңғы жылдары айналымға еніп қосылып келе жатқан Татьянаның хаты, Сұрбұлт тұман дүм бүркіп, өлсем орным қара жерсіз болмай ма, біреуден біреу артылса деген сынды әндері бар. Мен енді қазір сіздерге Абай атамыздың сегіз аяқ әнін орындап бергелі отырмын. Жалпы өзі Абай атамыздың әндерін негізгі ең алғаш орындаушысы болған өзінің сүйікті әншісі, замандасы Әлмағамбет Қапсалямов деген кісі болған. Абай атамыздың әндерінің барлығы сол кісінің орындауында жетті. Одан бөлек Мұсылманқұл Әбсалықов, Шәкәрімнің орындауында, Әрхам Ысқақ сияқты сол замандағы белгілі өнерпаздардың орындауында да хатқа түсті. Алғаш хатқа түсірген енді Бимбойс, Затаевичтер болды. Енді мен айтқалы отырған сегіз аяқ әнін, бұл әнді бізге сол Әлмағамбеттің тікелей өз аузынан үйренген Қазақ СССР-ның халық әртісі Жүсіпбек Елебеков деген атамыз. Сол Жүсіпбек атамыздың орындауындағы Абайдың бірнеше әндері мұрағаттарға жазылып алды. Аудио нұсқада, видео нұсқада. Бүгінгі таңда олардың барлығы радиолардан, телеарналардан беріліп тұрады. Сол Жүсіпбек атамыздың жеткізген әндері бойы болған, ата-анаға көз қуаныш, сегіз аяқ, айттым сәлем ғаламқас, көзімнің қарасы, Татьянаның әні. Міне осы әндерді Жүсіпбек атамыз өзінің шәкірттері, қазақтың маңдайына біткен әншілер, марқұм Жәнібек Кәрменов ағамыз, Мәдениет Ешекеев ағаларымыз, бүгінгі таңда ортамызда жүрген Қайрат ағаларымызға үйретті. Осындай ұлы әншілердің орындауында қалың көпшіліктің сүйіспеншілігіне айналып, бүгінгі таңда елдің ерекше бір жақсы көріп, қазір тұтып тыңдайтын туындыларына айналды. Қазіргі мен айтқалы отырған сегіз аяқ әнінің жалпы өзі 4-5 нұсқасы бар. Мынау мен орындағалы тұрған нұсқасы бұл ел арасына кең тараған бірінші нұсқасы деп айтылады. Сол сегіз аяқты орындап берейін. Жүректен тербеп, шымырлап бойғауы жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғау 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сенде сала алмас,
беске арзан, надандар бахра алмас. Қиналма бекер тілмені жақ, көңілсіз құлақ ой құлақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішілгердің наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпас сөз. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос, талаптың дәміні татуға білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім күнім. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямайы кәсіп қыл, орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп қыл. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойланы мал ізде, адам бол мал тап, адал бол байтап. Қуансаң қуаны сол кезде, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос.